пікірлеріңізге. Негізі андай болды баласағам. Ситуация былай басталған. Негізі біз кездесетін болғанбыз эфирден кейін. Мен ұйымдастырған болатын. Мен алдын ала айтып қойдым. Осы күнде кездесеміз, кеше жақсы деді, сол кездестік. Одан кейін менің бір белгілі бір шаруаларым шығып қалды да, одан шығып қалғаннан кейін Ағырке хабарластым. Ағырке осындай. Бүгін ол планшетте болмайтын сияқты. Сондықтан мен арақта бітіріп алғаннан мен үй жағына соғып қайтамын. Сол кезде кездесеміз деген кезде кішкене қырсық қалды мағанша. Ағырке қырсығып, жоқ мен онда шықпаймын, кешке қарай деген сияқты айтты да. Сосын айттым, мен өзімнің бір досым бар, сонымен бірге тауға шығып қайтайын деп жатырмын деді. Көктөбеге ма? Көктөбеге шығып қайтайын деп жатырмын деді. Мен ана Ағыркені қараламаймын. Просто қараламаймын Ағырке. Ағыркені қараламаймын Ағырке. Просто айтты, Көктөбеге шығайын деп жатырмын деді. Сосын мен ойладым, енді бір қыз досы шығар, сөйтсем бір ұл досы екен да, енді екеуі ғана Көктөбеге шығып қайтамыз. Жоқ, негізі былай ғой, біз негізі екеуміз ғана емес, бірнеше адам болып шығады, қалай ұмыт қалдым. Сол жерге барайын дегенбіз, біздің артымызша келейін деген. Біз сол жерде күттік, бірақ біз машинадан түспедік, бірақ ешқайда бармадық біз. Сосын үйге қайтып кеттік. Аз адам кездесуіңіз керек болды, бірақ ақыр соңында жаңағы жігіт досыңызбен бір бардыңыздар ма, барған жоқсыздар ма? Бірге уақыт өткіздіңіздер ме? Бардық, бірақ сол жерде сол басқа достарымызды күттік, бірақ олар келмеген соң үйге қайттық. Екеуміз ғана бара жатырмыз деп айтты. Сосын кішкене мен түсінбей қалдым. Неге деген сияқты. Сен біртүрлі емес па, негізі қанша жерден досың болса да, жарайды достарыңмен барлығың баратсаңдар, менде түсінуге болатын еді. Мен түсінемін, әлі менің қызғанатын уақытым емес шығар. Бірақ та менің таныста жүрген адамым бәрібірде бір жалғыз өзі бір жігітпен ғана екеуі тауға деппін ғой. Көктөбеге барсақ кішкене полиом қызғаныш болады ғой. Күні именно сөйттім да, мен пландарым сәл ысырған сияқты болдым да. Онда жарайды дедім да, менде Мадинамен контент қояйын енді, бірақ түсірдім ғой енді сол күні ше. Ескерткен болатынмын, мен контент түсіріп жатсам, кәдімгі кездесу басталды ғой біздің бірінші күнгі таныстық барысында. Контент болып жатса, бір қыздармен кішкене қолыста билеп қалып жатсақ, эфирда болсын, сол кезде қызғанып қалма, өйткені ол контент үшін болуы мүмкін деген сияқты айтқан, ескертіп қойған болатын. Жоқ, сен контент демедің ғой, маған TikTok дедің ғой. Болатын, просто ол нәрсе бірінші рет қана болған жоқ та, мен просто көңілімді қалдыратын нәрселер көп болып кетті. Андай болды, біз бір кездесуде екеуміз отқан кезде, түнгі сағат 1-дің кезінде бір жігіт қоңырау шалады да енді Ағыркеге. Алған жоқ, телефон бас жерді, одан кейін жаз жерді, короче, сен білесің ғой, мен чтоб мен типа қазір жігітім бар екен, танысықта адам бар екен, білесің, неге звондай бересің деген сияқты айтты. Переписканы оқытты, ол жерде жігіттің тарапынан сен қазір неге өзінше болып жүрсің деген сияқты нелер болды, хабарламалар болды. Ол кезде маған, мен Жаныбекпен танысықта жүрген кезде де маған жаза берді, мен осындай, мен Қосылайыққа барған, мен Жаныбекпен танысып жүрмін. Одан кейін көптен бері ол сөйлеспедік мүлдем. Содан кейін ол өзі звондады, бірақ мен неге звондағанын білмеймін. Просто соның барлығы баласақам андай жігіт достардың жиілеп кетуі деген соны айтып отырмын да. Түнгі бірде біреу хабарласып қалады екен, одан кейін жоқ, мен сол кезде сразу айттым ғой сол жерде. Жақсы, оны сіз қой, просто оның бәрі бет сомнениеға келеді да, енді Ағырке оның бәрі ше. Одан кейін просто бір кездерде маған бір Мадина оказывается кімнің Ағыркенің үй жағына тұрады, бір-біріне жақын тұрады екен ғой. Мадина хабарласып қалды. Мадинамен хабарласып қалды, сол кезде айтты, сен үміткерің яқта бір жігітпен жүр деді үй жағында. Мадина ма, Аягөз ба? Мадина. Аягөз. Солай айтып қалды. Сосын мен сразу хабарластым да Ағыркеге. Сен үйіндесің ба десем, үйдемін дейді, кішкене сүртілмеген, кішкене әрлеу бояумен отыр екен үйінде. Сосын сұрадым, бүгін бір жерге шығып келдім, жүріп келдім деді. Маған осындай ақпараттар келіп жатыр, сен үй жағында бір жігітпен жүр екенсің ғой деп. Енді оны андай қарап күнәлаған жоқпын, просто жүр екенсің ғой, ол жігіт кім дедім. Ол жігіт те досым деп айтты да, просто достың жиілеп кетуі кішкене маған сомнение тудыруға соның барлығы әсер етіп жатыр. Саған олай айтпадым ғой. Қалай айттың енді? Сіз айтып беріңіз, қалай болды? Арбатқа өзім жалғыз шыққам, бірақ та ол жерде енді біреу алып барып тастайды, біреумен қайтамын деп бармаймын ғой. Мен өзім кішкене осындай ситуация болғаннан кейін кішкене настроением түсіп, өзім жүріп қайтайыншы деп шыққам негізінде. Таныстарым көріп қалдым. Содан кейін алып барып тастайық, біз көп болып жатырмыз, біз қайтамыз деген сияқты айтты. Онда апарып тастасаңдар деген сияқты айттым. Таныс адамбыз ғой, неге алып барып тастамасқа деген сияқты айтты да. Бөтен адаммен өзің қайтқанша деген сияқты.
иә айтқан болатын сол кезде. Хабарласып айтты ма сізге? Сол кезде ана контент салатын болдық қой біз сол кезде. Видео салатын кезде хабарласып сұрадым, қашан салайын видеоны? Сол кезде сен үміткер қақта деді сол кезде. Мен айттым үй жағында деді. Бір жігітпен жүр бағана байқамай көріп қалдым деді. Яғни Мадинадан сұрай салайыншы, сіз көзіңізді жеткізіп тұрып айттыңыз ба сонда? Енді біз ол кезде Алишер, Аягөз үшеуміз контент түсіруге барған болатынбыз басқа бір студияға. Одан кейін қайтқан кезде мен артта отырғам, алтта Алишер мен Аягөз. Ау кім Бекан үміткер емес па? Иә деді. Сосын мен бүйтіп қарадым да, иә дедім, қасындағы кім деген сияқты әңгіме болып қалды да. Сосын ойланып қалдым. Ол кезде еще үй жағы деп айтатындай, енді Бекзат айтты да, типа енді мына жақтан ары қарай деген сияқты. Үйіне дейін апармаған, значит, бұл еще жаяу кетіп бара жатты да, соған маған біртүрлі болып қалды. Бекзат дос балалар көбейіп кетті деген сияқты. Соны сұрадым просто. Сөйлесіп тұрасыңдар ма, осындай жерде жүр ме екен, саған айтты ма деген сияқты просто әңгіме болып қалды сол жерде. Контент туралы жаңағыдай видеоны қашан алдыртасың, алдырттың ба деген сияқты звондаған кезінде. Бірақ ол жерде мен емес. Не қайдан білесіз? Өйткені мені машинамен алып кеп тастады, үйдің алдына дейін алып кеп тастады, мен прямо үйге кірдім. Ол жерде қай уақыттар жақсы көреді де, кешкі сағат өтірік айтпасам бір ана жерден біз 7:30-8-дің ортасы где-то, 7:30-8-дің ортасы. Сіз сол кезде шықтыңыз ба? Жоқ. Сіз қай уақытта шығып едіңіз? Жалғыз мен емес, ол жерде көрген болатынбыз. Тура сіз негізінде. Мен ол кезде Арбатта жүрдім. Сіз қай уақытта келдіңіз? Бекзат екеуіңіз сөйлескеніңіз қай Сіз уақытта? ойламайсыз ба? Может, біреумен шатастырып тұрған шығар. Сіз қай уақытта келдіңіз? 10-11 шамасында. 10-11 шамасында. Бекзат, сіз сол кезде... Мен саған 9-ға қарай хабарластым ма? 10-11 шамасында. Жоқ, мен саған 9-да хабарластым, видео. Негізі Баласахан біз бұл мәселенің барлығын кеше сөйлесіп алғанбыз. Шыны керек, сол кезде маған барлығын ашып айтып түсіндірді. Мен жай ғана Ақерке оған кінәлі, бүйтіп жігіттермен шықты деп ол нәрсеге. Жай ғана солай болып қалды. Алдындары менің көңілімнің қалуына сол нәрселердің бәрі септігін тигізді деп қана асын түртіп айтып кетейін. Баласахан, Бекзат, сен ол жағдайлардың бәріне қалай спокойно Ақеркені кінәламайын деп қарап отырсың. Мына жерде қыздар ортаға шыққан кезінде бірдеңе не то болса, сен осы жерде тұра қалып айтатын едің ғой. Қай жер дұрыс, қай жер дұрыс емес екенін сен негізі жақсы білесің. Болмаса екеуің сыртта келісіп алғансыңдар ма? Алдыңғы негізінде Баласахан былай қарап тұрсаңыз, таныстық басталған кезінде негізі что-то никто басталды. Себебі екеуі сыртта оған дейін таныстық басталмағанға дейін сөйлесіп алған болды, дұрыс па? Жәнібекпен қасында жүрген кезінде Бекзаттың қазір қызы жақтап отырғанына қарап, мен андай ой түйіп отырмын. Екеуісі, значит, сыртта сөйлесіп, біраз нәрсені басынан бастап, таныстық басталар бұрын, таныстық қашан басталатын, қашан аяқталатын сияқты. Неге десек, уже қызда белгілі болып тұр, не үшін келгені, бұл Бекзатты ұнатып тұр деп те айта алмаймын қазір. Сыртта енді жігіттер пайда болған шығып атыр уже. Мына жаққа жай ғана екеуі ортаға бірге шығып, енді болады ғой, бір-бірін көрсету үшін жүрген екен де көрініп тұр. Айтасың ғой, Мадина, мына жерде екеуміздің контентіміз одан кейін болған деп. Бірақтан мына жерде Мадинаның айту бойынша ол контент қыздың жаңағы әңгімесіне дейін болған. Сен просто уже қызды жайлап қайтарудың жолын іздедің, қайтарады деп жүрген жоқ. Екеуін екі жақта әшейін ләйлеп жүрсіңдер.